Oyun жакшы эле болду. Эмнеге утуруп койгон себебибиз ал казактар арендага атап келип ойношкоду. Биз болсо мына эле берген ак менен ойнодук. Алар кече тил менен атап беришип. Эми колдон келишинче аракет кылып көрдүңөр, балдар аракет кылып атат. Себеби кээ бир аттар ошо керектүү маалына кирип барбай коюшту. Жетишпей калат. Килер кичине биздикинен кымбатыраак аттар экен. Разницасы ошол. Күлү көрөбүз. Оюндагыдай туруп калды. Биздики оюндагыдай 3-4 ат туруп калды. Алга жөнүнө жүрүштү окшойт. Кээ бир балдар түшкөн деле жок. Ошол себеби ошондон туруп койбуз. Биз деле жакшы эле аракет кылдык. Көрүп атсаңар болуш керек. Кудай бурса да алды да коюңдар. Аракет кылабыз. Кыргызстанда өткөн көк бөрү боюнча мелдеште Курманбек Турганбек эң мыкты бомбардир, эң мыкты оюнчу наамын алып, кыргыз күйөрмандарынан дагы жүрөгүнөн түнөк тапкансыз. Кыргыз күйөрмандар да сиздин оюнду аябай сыйлашат, өзүңүздү сыйлашат, сиздин оюндан өрнөк алып ойношот да. Деги эле бүгүнкү оюн дагы жакшы болду. Кыргыз туугандары жалпы жонунан сиздерди, казактарды куттуктайбыз көкпар боюнча. Oyun тууралуу өзүңүздүн пикириңизди таштай кетиңиз. Жанагы бирден бир маселе өзүбүздүн аттарды келмегендиктен сәл аттарыбыз начар болуп, биздин казак туугандардын аттары, казак бабаларыбыздын аттары өтө начар болуп, ал кыргыз бабаларыбыздын аттары бир баш жогору болуп десек де болот. Аттар жагынан. А енді бұл жерде көкпармен біз әбден соңғы жылда көкпармен дайындалып, Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Бізге команда шығарып жаңағыдай осы көкпар ойын ойнаған қырғыз бауырларымызға көп рахмет айтамыз. Ойын өте қызықты болды, тартысты болды. Бир эле очко болуп калды. Бір очкомен. Учурларда болду, кыргыз тарап өйдө болуп бараткан. Кыргыз тарап кыргыздарда көкпар көп болды, аттар жақсы көкпар көп болды. Бізге тиген көкпардың бәрін гол салуға балалар тиісті. Екі жақта жақсы дайындалып келген. Бұл Қазанға қазір көреміз, екінші команда ойнайды. Қандай результат болатынын білмейміз. Біз жақтан енді көкпарға қатты көңіл бөлініп сол дегенімізге жеттік. Көк бөрүдө ойноп сиз Казанга секирген учурлар болчу эмес беле? Деги эле көк бөрү менен айтып бересизчи? Үшүнчү дүниежүзүлүк көчпөндөр оюнда бүкүл оюн боюнча 37 салым салды. Үч игрок бомбардир болгон мен. Ол разница жок мага кайсысы шеңбер болсун, не болсун, биздин башчылык шеңбермен ойнауға мен түсінді, мен шеңбер ойнадым, дегенімізге жеттік. Өзім командаға балаларына көп рахмет. Сіздердің командаға, деги азыр көк бөрү болгонтат да командалардын өзүңүздүн жеке пикириңиз. Тең тайлашкандары, Казандын мааниси. Биздин балалардын аты жок азыр, өздөрүңүз көрөсүздөр. Аттары жок. Енді ат жок адам жаяу шапкандан кийин билбейм кандай результат болот. Мүмкүн кызык оюн көрсөтүүгө баарын салат эми балалар, бирок өздеріңіз көріп тұрсыздар, аттары жоқ. Жаңа біз ойнаған аттармен ойнайды берінішті. Өзіңіздің еркіңізге қойсаңыз, азыр сіз құрамадан көк бөріге қошылмақ білеңіз, көкпарға қошылмақ білеңіз. Анткени сіздің қоғыз салымдарды көрүүчүлөр күтүп калышты да. Көкпардан оттық біз қазір егер маған мүмкіндік берсең ойнау үшін, елім намысын қорғау үшін Қазандыққа да ойнаймын. Рахмат. Жақсы.